Мен өмір туралы білгенімнің бәрін екі сөзбен қорытындылай аламын. Ол жалғасады. Қазақ айтады, қызың жақсы болса, бір бақыт. Ұлың жақсы болса, мың бақыт. Келінің жақсы болса, шын бақыт. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. Бақыттың бір есігі жабылса, екіншісі бірден ашылады. Бірақ біріншісіне ұзақ қарайтынымыз сонша, екіншісін байқамаймыз. Әдепсіз келінге әдемі киім жараспайды. Шындығында өмір қарапайым, бірақ біз оны табандылықпен қиындата береміз. Басқа мақсат қою үшін немесе жаңа арман таңдау үшін ешқашанда кеш емес. Ең кедей адам ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Әдемі сөйлейтін мыңның ішінен мен үндемей істейтіндерді таңдар едім. Адамдар сізді қайта-қайта ренжіткен кезде оларды құм қағаз сияқты елестетіңіз. Олар сізге тиіп аздап ренжітуі мүмкін, бірақ сіз соңында кемелдікке дейін жылтырайсыз, ал олардың еш пайдасы болмайды. Адамдарға ешқашан балшық лақтырмаңыз. Балшық оларға жетпеуі мүмкін, бірақ ол сіздің қолыңызда қалады. Адамды білгің келсе, оның ашуына тиіп көр. Адам ыдыс. Ол немен толтырылған болса, соны сыртына шашырата бастайды. Кілтсіз ешкім құлып жасамайды. Сол секілді өмір шешімі жоқ мәселе бермейді. Ақымақ адам жақындарын қайта тәрбиелеуге тырысады. Ақылды адам оларды үйретуге тырысады. Тек дана адам ғана мүмкін емес нәрсені жасайды. Оларды сол мінезімен жақсы көреді, қабылдайды. Мүмкіндігінше көп қателесіңіз. Тек бір нәрсені есте сақтаңыз. Бір қатені екі рет қайталамаңыз. Сол кезде ғана өсесіз. Біреуге бір нәрсе айтпас бұрын, тіліңіздің миыңызбен байланысқанына көз жеткізіңіз. Егер сіз әлемді өзгерту мүмкін емес деп санасаңыз, бұл тек сіз оны өзгертетіндердің бірі емес екеніңізді білдіреді. Өзіңізге бар нәрсеге мән беріңіз. Басқаларда барына қарамаңыз. Алланың бергеніне шүкір етсеңіз, одан да көп береді. 4 нәрсе қайтарылмайды. Лақтырылған тас, айтылған сөз, өткізіп алған мүмкіндік, өткен уақыт. Өзінің әлсіздігін мойындау арқылы адам күшті болады. Өзін өзі сыйлайтын әйелді тек бір ғана еркек тебе алады. Ол баласы. Оның өзінде ол оның құрсағында жатқанында ғана. Адамға сену үшін көп уақыт керек, ал одан көңілін қалдыру үшін бір сәт қана жеткілікті. Егер енесі келінін жақсы көрсе, оның қысты болғаны, ал егер жек көрсе, ұлынан айырылғаны. Күйеуі әйелінің бойынан кемшілік іздесе, әйелінің бойындағы жақсы қасиетті көретін басқа адам табылар. Өмірде әр адамның екі ағашы бар. Бірі бақыт ағашы, екіншісі қайғы ағашы. Қай ағашты суарсаң, сондай жемісті жейсің. Құрметті ер азаматтар, егер сіз әйеліңізді әйел ретінде көруді доғарсаңыз, бұл басқа әйелдердің бәрі де соқыр дегенді білдірмейді. Өмірдің алтын ережесі. Өзгерте алмайтын нәрсеге алаңдама. Жағдайды сол қалпында қабылда. Өйткені біз ауа райын өзгертуге тырыспаймыз. Жай ғана ауа райына сәйкес киінеміз. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.